Кейде түннің бір уағына дейін ұйықтай алмай бақырайып жатқанда халін шын ұққандай боламын. Мына тоз-тоз боп жүрген жүрісінен ұялады да өзін қыздан төмен санай береді. Кейде оқуға түсірмеген әке-шешесін кінәлап та алады. Шымқалаға қатты үйреніп қалдық. Бұл кезде тамыз айы орталап, айналадан күз белгісі қылаң бере бастағанды. Жаздың күндері өзінің болмысына сай жайдары өтіп жатты. Bir қалыпты өтіп жатқан күндер де кейде жалықтырады. Мен болсам бір өзгеріс күтіп жүрдім. Бұлай кете беру мүмкін емес қой. Bir күні болмаса бір күні әлгі екі қызға таласып жігіттердің арасына от түсуі де ғажап емес. Мен осындай бір дүрбелеңді күттім. Мына қарабайыр күндерде сол дауыл алдындағы тыныштық секілді сезілді де тұрды. Жүрегім бір нәрсені сезеді. Көп күтпей мен сезген дауылдың көкжиектен қарасы көріне бастады. Түс мезгілінде әдеттегідей асханаға жиналдық та орнымызға жайғастық. Енді ана екі қыз бізге тамақ таратады. Жігіттер асыға күтетін, бірақ қас қағымда зу етіп өте шығатын сүйкімді әрі лирикалық сәт бұл. Сондағысы екеу ас болсын деуден әрі аспайды. Соның өзіне мәзбіз. Ана қалжыңбас барат секілділер неге күніне 4 рет тамақтанбаймыз дейтіндей бар. Ислам екеуміз бір үстелге жайғасып, қарама-қарсы отырамыз. Құрылыс басталған бірінші күннен бастап солай келеміз. Міне 3-ші айдың жүзі болды. Егіз қозыдай ажыраған емеспіз. Біздің үстелге Жанбота келді де Исламға тамақ ұсына берді. Ас болсын деген кездегі Исламның қандай сезімде болған іштей шамалаймын. Қызара бортып отырған түріне қарап іштей арсыз күлкі қысты, бірақ өзімді ұстай білдім. Артынша Жанбота маған да тамақ әкелді. Көлемі 2-ақ уыс тәліккеге салынған палауды ұстай бергенім сол еді. Қызда мені ұстады деп ойлады ма, жібере салғаны. Тәрілке бетон еденге түсіп күл паршасы шықты. Палау тауыққа шашылған жемдей жерде айра-жайра болып қалды. Мына тосын апаттан соң бұйығып отырған асханаға жан бітті. Жанбота маған аздап абыржыған, жартылай кінәлаған, жартылай таң қалған түрмен қарады да: "Дұрыстап ұстамайсыз ба? Құрттыңыз ғой", деді жай ғана. Әдеттегі жылы жүзі түк те өзгермеді. Бәрінде түсінетін, ондай болып тұратын, бір тәрілкемен дүние құрып кетпейтін ұғынған кейіппен. Мұндай сұлу мінез әркімде ақ бола бермейді. Егер оның орнында Алмагүл болғанда бір шағып алар еді. Әлде де бағым бар екен. Асханаға әр жерден сылық-сылық күлкілер пайда болды. Мұндайда дарақы барат бірінші шымшып үлгереді. "Мәкей, арамызда сау қалған сен шығар десек, сен де қатарымызға қосылып үлгеріпсің ғой", деп қарқылдап күлді. "Бір өзі бізден бөлініп қайда барады? Көппен көрген ұлы той", деп екінші біреу қоштады. "Ондайларды үндемей жеңесің". Не болса да асханадағылар бір жасап қалды. Мен далбасалап